Творог пен банан печеньесін дайындаймыз. Бисмилля деп бастаймыз. Bir ыдысқа 200 грамм ұн, жарты шай қасық тұз, 1 шай қасық разрыхитель қосып араластырамыз. 100 грамм сары май қосып, жақсылап ұнмен араластырамыз. 20% қаймақтың 100 граммын осыған қосып, қамыр илейміз. Иленген қамырдың бетін жауып, 30 минутқа холодильникке қоя тұрамыз. Салмасына 200 грамм творог, 2 ас қасық кукурузный крахмал, 70 грамм қант, сарыуыз қосып, барлығын блендермен езіп шығамыз. 30 минут өткен соң қамырды жайып, домалақ формалар кесіп аламыз. Творогтан жасалған салмасını ортасына салып, источникті бүктегендей қып бүктейміз. Тиген шетін астына қарай қайырып қоямыз. Дайын болған соң 180 градусқа 20-25 минутқа пісіреміз. Осы рецептпен менде 15 печенье шықты. Печенье жұп-жұмсақ, дәмді, әдемі болып шықты. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Комментарийға қалай шыққанын жаза кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.